ұлттың жүрегінде ауыр із қалдырған ашаршылық. Ақбоз үй кітабында Смағұл Елубай 1930 жылдардың ашаршылық қасіретін, оның зардаптарын бұрын болмаған шынайылықпен бейнелеген. Жазда қыр асып, қыста ық жағалай көшумен, қоныс аударумен, малы бағып күн көріп отырған жұрттың ескі қазақ ауылына тән жай күйі аса бір құнтпен зерттеліп, зерделі қаламмен жазылған. Түйелі, малды сол өңір елінің өмір тұрмысы, салт санасы, мінез, сөз, сөйлеу мәнері әдемі таңбаланған. Біз көбіне тарихты қысқаша деректерден ғана білеміз. Ашаршылық болды, миллион адамдар қырылды. Бірақ бұл кітапта сол миллионның ішіндегі бір отбасының басынан өткенін нақты сезінесің. Қарапайым адамның көзқарасымен берілген бұл оқиғалар тарихты жалаң емес, жанды әрі жүректі ауыртатын шындық етіп көрсетеді. Ақбоз үй ұмытылған тарихтың дастаны. Бұл кітап арқылы біз өткеннің ауыр кезеңін терең түсініп, қазақ халқының батырлық рухымен рухтанамыз.